Күнге дене қыздырып, жағажайда уақыт өткізетін шомылу маусымы енді басталды. Өкініштісі сол маусымның алғашқы айында суға бату оқиғалары тіркелді. Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, бірінші маусымнан бері суға түсіп қайтыс болғандардың саны 65-ке жеткен, оның 28-і бала. Бүгінде осындай оқыс жағдайдың алдын алу мақсатында ата-аналар өзен-көл жағаламай, балаларын аквапаркке апарады. Десе де, мұндай орындарда да қауіпсіздік ережелерін мұқият ескеру керек. Апаттың алдын аламын десеңіз, қарапайым қағидаларды ұстаныңыз. Алдымен баланың аяқ киімі өзіне шақ болу керек, әйтпесе аяғы тайып жарақат алуы мүмкін. Сондай-ақ аквапарк қызметкерлері шашты жинауды өтінсе қарсы келмеңіз. Бұл да сақтық шарасы. Қауіпсіздік ережелері бойынша айта кетсек, бізде өзімізде инструктор, спасательдар бар. Спасательдар арнайы төтенше жағдай министрлігінен бізге адамдар жіберіледі ай сайын. Каждый инструктор төтенше жағдай министрлігінен өтеді, қауіпсіздік жағдайынан. Оны бәрін бізге үйретеді. Ол біріншіден. Екіншіден, өздеріңіз көріп тұрған бойынша кішкентай балаларға біз бассейнге біріншіден түсіру үшін оларға өзіміздің аквапарктен қалай айтсам болады, бесплатный жилет таратамыз. Ол бізде жаңағы терең бассейндерге түсу үшін біздің өзіміздің мамандар, инструкторлар обязательно кішкентай балаларға жилет кигізеді. Ол жилетсіз біз бассейнге түсірмейміз. Ол біздің бірінші инструктор. Төтенше жағдай кезінде адам өмірін арашалап алатын аталмыш сала мамандары арнайы іріктеуден өтеді. Бастысы құтқарушы жүзе алу керек, бірақ қойылатын талап мұнымен шектелмейді. Болашақ құтқарушылар төтенше жағдай министрлігі бекіткен нормативті тапсырады. Содан соң аквапарк басшылығы құтқарушының толқынды бассейнде жүзу қабілетін тексереді екен. Бізде 2 смен болады. 2 смен. Графигіміз 2-де-2. Общий бір сменге 34 спасатель түседі. 34 спасатель ол бір жерде тұрмайды. Каждый бассейнде, каждый спасательдің өзінің орны бар. Мысалы, мына спасательді көріп тұрсаңыз, мына бассейнге қарап тұрады. Іштегі бассейндерге тоже самай. Каждый бассейнде, үлкен бассейндер болса, 200 спасательден қойылады. Аквапаркке келіп сырғанамай қайту мүмкін емес. Мамандардың айтуынша, аквапарктың ойын-сауық алаңдарында күніне 10 адам құтқарылады екен. Бізде экстремальный горка деп аталады, анаконда, рафтинг, камикадзе. Бұл жерде қауіпсіздік шара болғанда, бұл жерде жасқа қарамаймыз. Бұл жерде егер экстремальный горка камикадзедан түсетін болсақ, 1-де-40-тан асу керек бойы, 1-де-40-тан егер бой асатын болса, өзіміздің инструкторлар полный инструктаж жүргізеді. Ол жерде түсетін инструктаж да бізде бөлек. Мысалы, камикадзедан түсетін болса, ол жерде баллонсыз түседі. Ол жерде тоже отдельный инструктаж. Астында анаконда, рафтинг, ақ пен сары горканы көрсеңіз, ол жерде 120-дан асса, уже түсіреміз. Егер растамер бойынша 120-дан аспаса, біз ол кісілерге ата-аналарына түсіндіріп, что ол горкаға болмайды деп айтып түсіндіріп, ол кісілерді түсірмейміз. Қайғылы жағдай қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтамаудан болады. Ендеше кеңеске құлақ асып, апаттың алдын алыңыз.